Менің әлемім ол отбасым, мектебім және кітапханам. Мен үшін кітаптың орны ерекше. Кітапқа ең бірінші болып сүйіспеншілігімді ашқан анам және ұстазым Шолпан апай. Біздің кітапханамыз өте бай. Ішінде алуан түрлі кітаптары және басқа елдің кітаптары. Шағын әңгімелері мені қызықтырады және бөліскенді ұнатамын. Отбасымда ағам екеуміз үнемі оқыған кітаптарымызды бір-бірімізге айтып жарысып отырамыз. Бүгін мен сіздермен таныстыратын кітабым бұл ұйқыдағы ару кітабы. Ұйқыдағы ару кітабының пайдасы бұл 3 түрде тұрады. Біріншісі қазақша, орысша және ағылшынша. Бұл кітаптың ішінде әлемде танымал болған ертегілері бар. Сиқыршы ертегісі, етіктегі мысық ертегісі, күлші қыз ертегісі. Маған қатты әсер еткен ертегісі бұл сиқыршы ертегісі. Енді мен сіздермен бұл ертегіні баяндап берейін дедім. Бір жесір әйелдің қызы болған. Біріншісі сүйікті қызы түрсіз, жалқау болған, ал екінші қызы әкемі, көрікті, еңбекқор болған. Бірақ ол қызы жақсы көрмейтін екен. Ол үнемі бұлаққа барып, құмырасына су толтыртып әкеледі. Bir күні оған сиқыршы келіп, маған су берші деп сұрайды. Қыз құмырасына су толтыртып әкеліп, оған береді. Шөлін қандырып алған сиқыршы оған алғысын білдіртіп, сыйлық береді. Бұны тек үйге барған соң аш дейді. Қыз үйге кірмес бұрын анасы алдынан шығып, қайда жүрсің қаңғырып дейді. Осылайша қыз кешір назанарсың, шынымен де кешіріп қалдым дейді. Сөйлеп жатқан кезде оның аузынан гүлдер мен асыл тастар шықты. Таңғалып қалған шешесі одан болған жағдайды айтып бер деп сұрайды. Осылай қыз болған жағдайды басынан бастап аяғына дейін айтып берді. Келесі күні шешесі өзінің ең сүйікті қызын жібермекші болды. Қыз құмыранмен бұлақтың қасында тұрған кезде оған сол баяғы сиқыршы келеді. Бірақ ол басқа киімде болған. Ол одан су сұрайды. Ол қыз оған бермейді екен. Керек болса өзінің құмыранды алып келмейсің бе дейді. Сиқыршы артына бұрылып кетіп қалды. Сол кезде сиқыршы одан ана қыздың аузына құрбақалар мен шаяндар топырлап түсе бастасын деп ақ батасын берді. Қыз үйге кірмес бұрын анасы алдынан шығып, саған сиқыршы сыйлық берді ме деп сұрады. Жоқ, маған ешқандай сиқыршы сыйлық бермеді деп айтты. Қыз сөйлеп жатқан кезде аузына құрбақалар мен шаяндар топырлап түсе бастады. Ол шешесі байғұс қызды төмпештеп ұра бастады. Осы сенің кінәң деп орманның шетіне қашып кетті. Қыз сосын Ханзаданы көреді. Ханзада бір көзбен қарағанда оған ғашық болып қалды. Келесі менің таныстыратын кітабым Ыбырай Алтынсариннің атамыздың кітабы. Бұл кітаптың ішінде Ыбырай Алтынсариннің өзі туралы неше түрлі өлеңдері және шағын тәрбие үйрететін әңгімелері бар. Мейірімді бала, шеше мен бала, асыл шөп, ізбасты, жан-жануарлардың дауласқанын және басқа әңгімелері де бар. Міне мен сіздермен аз да болсам кітаптарыңыз мазмұнымен таныстырдым. Алдағы уақытта үнемі оқыған кітаптармен бөлісіп отырамын. Және пікір жазатын блог жүргізгім келеді. Бұл менің болашақтағы арманымның бір бөлігі ғана. Келесі жазбамда мен ағайынды Гриммдер деген ертегіні таныстыратын боламын. Әзірше сау болыңыздар.